Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бояулар жайлы сөйлесетін боламыз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді сіздермен осы эфирді өзімнің жұмыстарымда қолданған бояулармен таныстырғым келеді. Мен 2 жыл бойы өзімнің жұмыстарымда осы акрил краскаларын қолдандым. Яғни бұл Decola фирмасының шедевр, Санкт-Петербург қаласынан Невская палитра және Қытай маркасынан акрил бояуларын қолдандым. Яғни бұлар акрил краскалары ұнаған бір себебі, өйткені бір түстің сіз бірнеше түрін таңдай аласыз. Яғни жасылдың көптеген түстері болады, ақшыл жасыл, қою жасыл, көп түрге бөлінеді. Сол себептен мен акрил краскаларын қолдандым. Ол кезде эпоксидтік шайырмен араластыратын краскалары Астанада сатылмады. Мен өзім зерттеп, түрлі тәжірибелер жасап, осы акрил краскаларына тоқтадым. Осы бояулардың бір жақсы жері, кез келген затты бояуға болады. Яғни тері, картон болсын, темір болсын, металл, киім, текстильдік маталарды бояуға болады. Және бұлар тез кебеді. Ал эпоксидтік шайырмен араластырған кезде бұлар сәл жақсылап онымен жұмыс істеу керек. Өйткені не болады? Көпіршіктері көп болуы мүмкін, сіздің жұмысыңызға кедергі жасауы мүмкін. Бірақ мен шайырмен тек ақ және қара түсін ғана қолданып көрдім. Нәтижесі жаман емес, бірақ сіздерге кеңесім эпоксидтік шайырға арналған краскаларды қолдану. Көп уақыт өте келе мен эпоксидтік шайырға арналған осындай красканы сатып алдым. Бұл краскалар сіздің жұмысыңызда өте керемет нәтиже береді. Өйткені бұлар арнайы шайырмен жұмысқа арналған. Бұлар сіздерге өте қанық түс береді. Сонымен қатар шайырмен араласқан кезде сіздердің жұмыстарыңыз көпіршіксіз болып келеді. Ең бір қолайлы түрі осы. Бұл краскалар Epoxymax фирмасынікі, Санкт-Петербург қаласы, және мен осы фирманың шайырын қолданамын. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Әлі алда талай қызықты ақпараттар болады. Рахмет.